Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ, нәзік болып шығатын, үй жағдайында қол жетімді заттардан тұратын панкейкінің рецептісімен бөлісемін. Бұл таңғы асқа және бестің шайына өте жақсы үйлеседі, жұмсақ, барлық қыз-келіншектерге дайындап көруге кеңес беремін. Егер видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, парақшаға тіркеліп кетіңіз. Тіркелгеніңіз үшін рахмет. Бірінші өзімізге қажетті заттарды дайындап аламыз. Бір жұмыртқаға 50 грамм қантты қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Егер сіздерде таразы болмаса, 5-6 ас қасық қант қоссаңыздар болады. Қантымыз бен жұмыртқамызды ерігенше араластырамыз. Содан соң 200 мл жылы сүтімізді құйып, қанты ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болған соң 140 грамм ұнымызға 1 ас қасық қопсытқышты салып, ұнда араластырып аламыз. Егер сіздерде қопсытқыш болмаса, жарты қасық сода пайдалансаңыздар болады. Ұнды електен өткізіп, бөліп, барлығын бірден салуға болмайды. 2-3-ке бөліп, біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Түйіршіктері болмау керек. Барлығын біркелкі масса болғанша дейін араластырып аламыз. Араластырып болған соң ерітілген 50 грамм сары майымызды қосып араластыратын боламыз. Біркелкі болғанша араластырамыз, ешқандай түйіршіктер болмау керек. Осылай орташа сұйықтықтағы масса, біркелкі масса пайда болуы тиіс. Табамызды орташа отқа қойып қыздырып аламыз. Осылай ас қасықпен біртіндеп құйып шығамыз. Осылай ас қасықпен құйып аламыз табамызға. Және әр панкейкінің астын 40-50 секунд ұстаймыз. Яғни бетінде көпіршіктер пайда бола бастайды. Ол ауыстыру керек деген белгі. Табанның асты жай отта тұруы тиіс. Лопатканың көмегімен оңай жеңіл ауыстырылады, табадан алынады. Осылай барлығын пісіріп шығамыз. Өте оңай дайындалады және тез дайындалады. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда тез дайын болады. Барлығын осылай пісіріп шығамыз. Барлығыңызға осылай жасап көруге кеңес беремін. Бізде балалар барлығын тауысып жеп қойды. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша сгущенкамен, шоколадпен немесе балмен әсемдеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Ас болсын. Барлықтарыңызға ас болсын. Менде өте дәмді шықты. Өте жұмсақ. Барлығымыз тауысып жеп қойдық.